Сәлеметсіз ме оқушылар? Біз бүгін ғылым әлемі бөлімінің деректерді жинау және жазу тақырыбымен танысатын боламыз. Оқу мақсаттары: нысандар параметрлерін өлшем бірліктерімен сипаттау, бақылаулар мен өлшеу деректерін тіркеу. Оқушылар, сендер алдыңғы сабақта бірнеше кезеңдерден тұратын зерттеу жоспарын құруды үйрендіңдер. Соларды қайталап көрейік. Зерттеудің кезеңдері: бірінші кезең — зерттелетін зат пен өзекті мәселені анықтау. Екінші кезең — өзекті мәселе бойынша әдебиетті оқып үйрену, негізгі түсініктерді нақтылау, жұмыстың атауы. Ал үшінші кезеңде зерттеудің мақсаты мен міндеті және гипотезасын тұжырымдау. Мақсатымызға жету үшін біз зерттеудің қандай әдістері бар, ғылыми зерттеу жүргізгенде қандай құралдарды қолдану және ғылыми зерттеуді қалай жүргізу керек туралы білуіміз қажет. Біз алдыңғы сабақта айтқан ғылыми зерттеудің жоспар құрылуын еске түсіретін болсақ, мына тізбекті толтырыңыздар. Зерттеудің өзекті мәселесі, зерттелетін зат, қалып кеткен сөз, гипотеза, зерттеу міндеті. Осы жерде қалып кеткен сөз тіркесін табуымыз керек. Әрине, зерттеу мақсаты мен әдістерінің басты көздері сөзін қосамыз. Ғылымның тікелей мақсаты үрдістер мен қоршаған орта құбылыстарының сипаттамасын түсіндіру және болжамдауы. Зерттеу іс-әрекетінің келесі кезеңі төртінші кезең. Зерттеу әдістерін таңдау. Нақты материалдар жинақтау. Түрлі әдістердің үйлесіп келуі зерттелетін құбылысты түрлі жағына ашуға мүмкіндік береді. Алынған нәтижелердің дұрыстылығын қайта тексеруді қамтамасыз етеді. Есіңде сақта, зерттеу әдістері зерттеу жүргізуге, зерттелетін құбылыстарды нақты белгілеуге, мақсатқа жету үшін жол ашуға жәрдемдеседі. Төртінші кезең. Зерттеу әдістерін таңдау. Табиғатты оқып үйренудің негізгі әдісі табиғатта болатын құбылыстарды мұқият бақылау. Осы бақылау жүргізу арқылы біз айналамыздағы өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігін, жыл маусымдарына байланысты ауа райының өзгерістерін бақылап, білімімізді толықтырып отырамыз. Ал зертханаларда әртүрлі тәжірибелер жүргізіледі. Тәжірибе жасау арқылы адам табиғи құбылыстарды жасанды жолмен өзгеріске ұшыратып отырады. Мысалы, заттың қызуы барысында зерттеу нысаны өзгеріске ұшырайды. Қазіргі кезде бақылау жүргізу үшін ғалымдар арнайы аспаптар мен құралдарды пайдаланады. Олар жабдықтар деп аталады. Жабдықтардың үш: өлшеуіш, ұлғайтқыш және зертханалық түрі болады. Біз оқулықта табиғатты бақылаудың құрал жабдықтарымен танысамыз. Ал келесі слайдта сіздерге тапсырма берілген. Бұл жерде өлшеуіш құрал жабдықтардың атауы, яғни мензурка, ұзындықты өлшейтін сызғыш, жылуды өлшейтін термометр, салмақты өлшейтін таразы және секундомер берілген. Енді сіздер осы құралдардың өлшем бірлігін тауып кестені толтырамыз. Ал енді бәріміз кестені толтырсақ, енді келесі слайдта тексеріп өтейік. Сонымен қазіргі кезде лазерлік техника, компьютер, спектрометр және басқа да заманауи техникалар пайда болғаннан бастап, ғылыми зерттеулер үшін белгісіз табиғат құбылыстары мен материалдық нысандардың қасиеттері қолжетімді бола бастады. Көзге көрінбейтін физикалық, химиялық құбылыстарға талдау жасауға мүмкіндік ашылды. Сонымен қатар, біз өмірде әртүрлі өлшем бірліктерін де қолданамыз. Мысалы, салмағың қанша, бойының ұзындығы қанша, сағат неше, көшедегі температураның көрсеткіші қандай деген сұрақтарға жауап беру үшін өлшемдерді өлшеу аспаптары арқылы анықтаймыз. Осы өлшеу аспаптары арқылы біз өз сөмкеміздің ішіндегі рұқсат етілген салмақтың сәйкестігін және тағы да басқа өлшемдерді анықтай аламыз. Алғашқы өлшем бірліктері дене мүшелерінің ұзындығымен есептелінеді. Ежелгі египеттіктер ұзындық өлшем бірлігіне шынтақтың, алақан мен саусақтың ұзындықтарын пайдаланған. Қазақ дәстүрінде де қашықтықты, ұзындықты, биіктікті өлшейтін шамалардың түрлері көп. Енді солардың бірнешеуімен танысайық. Білем, ортан саусақтың ұшы мен қолдың бірінші буынының арасындағы қашықтық. Құлаш, иық деңгейінде келе созылған екі қол ұшының арасы. Кез, қолдың ұшы мен қолтық арасы. Келесі өлшем бірліктері
қарыс сүйем, бас бармақ пен ортан саусақтың аралық мөлшері. Сынық сүйем, сұқ саусақтың буыны бүгіліп барып белгіленетін өлшем, бір сүйемнің 4-3 бөлігі. Ал тұтам, 5 саусақтың тұтқандағы көлемге шамалас 4 келіге тең ұзындық өлшемі. Сонымен оқушылар, сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта табиғатты бақылаудың және өлшеудің әдістерімен таныстық. Табиғи нысандар мен құбылыстарды бақылаудың ережесін білдік. Өлшеу құралдарының не үшін қажет және қалай қолданылатындығы туралы мәлімет алдық. Енді сіздерге берілетін бекіту тапсырмалары. Бірінші тапсырма. Берілген кестені пайдаланып, нақты өлшем деректерін толтырыңыз. Сипаты, өлшеу эталоны, өлшем бірлігі мен белгілері. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.